Қазіргі уақытта адамдар жылына шамамен 400 миллион пластик қалдықтарын шығарады. Дүние жүзінде 7 миллиард пластик қалдықтарын 10%-дан азы қайта өндірілді. Еліміздің табиғи байлықтары орасан зор, дегенмен бұл байлық қаншалықты мол болғанымен, оны сақтай біліп дұрыс пайдаланбаса, уақыт өткен сайын ол да сарқылады. Сондықтан табиғат байлықтарын қорғаудың аса зор маңызы бар. Экостиль табиғатты құрметтеумен және табиғи материалдарды қолданумен ерекшеленеді. Біздің мектепте осындай бір эко-бұрыш бар. Бұл табиғат бұрышы бәріне жақсы әсер сыйлайды. Себебі әрбір адам табиғатты есіне алып тұруы керек. Табиғатты құрметтеу және оны қорғау біздің басты мақсатымыз. Біздің 45-ші мектептің оқушылары мен парламент мүшелері экостиліндегі өмірге ұмтылып ең алғашқы қадамдарын жасады.